Видеоны бастамас бұрын да сіздерге интрошоп деген ВК группаны ұсыным келіп отыр. Яғни бұл жерде сендерге интро ала аласыңдар, яғни тегіңде интро жасап беруі мүмкін. Егер де сендер ютубер болсаңдар, реклама істеп берсеңдер, осы группаға сендерге тегін жасап беруі мүмкін. Так что осы ютуберлер болса, тағы басқа интро керек болса, осы жерге жазыңдар жігіттер. Мына 150 подписчик бар екен, 200-ге сонда одан да үлкен сандарға жеткізіп тастайық достар. Міне интро магазин 150 теңге дейді. Міне егер де 150 теңге сатып аларың келсе, міне Манарбек деген балаға, яғни создательге жазсаңдар болады достар. Ал енді біз видеомызға бағыттайық. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Кризмен арнасы достар. Бүгін біздерде мотодан видео достар. Көптен бері менде видео шықпағалы көп болды. Сол үшін сендерден үлкен кешірім сұраймын. 2 апта болды ма, 3 апта болды ма, сондай болып кетті. Енді біздің 9-шы класс болғаннан кейін біздерде орыс сызба деген бар, соларға дайындық болды. Сондықтан да түсінесіздер деген ойдамын. Егер де менен жақсылар түсінеді, енді сабақ деген қазір жаман қиын болып жатыр. Яғни 9-шы класс сабақ қиын болып жатыр. Сондықтан да мен осы 2 апта 3 апта сол сабақпен жүріп қалдым достар. Енді сол үшін кешірім сұраймын. Енді бүгін суббота болғаннан кейін сәл демалдық. Енді бүгін видео түсірейін деп отырмын осы сендерге. Бір әдемі бір серверде бір видео түсіріп жіберейін сендерге деген ой болды. Енді бүгін сол мотода видео түсіретін боламыз. Яғни бұл қандай сервер? Бұл Мафия Қазақстан сервері. Яғни бұл серверде Нәке KZ және Әбеке деген 2 бала серверді ашты достар. Оларға үлкен рахмет, осындай бір керемет серверді ашқаны үшін бәріміз рахметімізді айтайық. Өте керемет серверлердің бірі деп айтуға болады бұл серверді. Енді достар, біз осы серверде обзорымызды түсіреміз. Мен бағана стрим түсірген кезінде балдардың бәрі тең жартысы осы серверге обзор түсір деп маған, полный обзор түсір деп маған айтқан болатын достар. Бүгін енді соны түсіретін боламыз. Міне бізде F3 осындай бәрін істеуге болады. Енді орысша. Міне достар, мынандай осындай көлік бар. Өте керемет тюнер жасайды осы көліктерге. Міне мысалы мына жерде деген қараңдар, машина жылдап тұр. Оны алып тастау үшін F4-ті басасыңдар. Мынандай шейдер панель деген бар, автомат жылтырату дегенді аптайсыңдар да. Міне егер де компьютерлерің жақсы болып жатса, мына катабес дегендерді бүйтіп қосып қойып, дәл катабестің графикасы сияқты қылып алсаңдар болады достар. Міне мыналарды өшіріп қойсайын, су шейдер дейді. Мыналарды өздеріңе бүйтіп қойып алсаңдар болады. Міне мыналарды басып сыйласаңдар болады. Мен оны қоспайым, просто менде видео болып жатқансын, оны қосудың керегі жоқ деп ойлаймын. Мына жақта біздің подписчиктер жүр. Енді ақшаңды кейін берем, ақша берем деп айтып қойған болатым. Мен енді кейін беретін болдым. Және X-ті бассаңыздар, ағылшынша X, қазақша Ч әріпін бассаңыздар, сіздерде деген машина жөнделеді және қалпына келеді достар. Мына машинасы ғой, кете құрсын. Мені бомж шағып жүзім. Негізі бұяқта достар 1 сағат ойнасаңыздар 40 миллион теңге береді. Почти қазір деген бәрі сервердің ашылған 2 күн болды. Бірақ мына серверде бәрі уже байып кеткен достар. Өте керемет та. Қараңыздар, қарасыңай дейін ба, сол уже 48 миллион бар. Вообще базар жоқ. Міне мынау F11. Бұрында F11-да бүйтіп басып тұратын еді. Бір рет басқан кейін басып тұру керек. Қазір бір рет басасыздар, болды жібере саласыздар. Және міне барлық нәрсе картада көрсетіліп тұр. Мен қазір сіздерге маңызды жерлерді көрсетіп кететін боламын достар. Яғни автосалон, базар, номер, тонер, штраф анамын дегендер соларды көрсетіп кететін боламын. Ал енді кеттік. Және достар, сіздерде бірінші серверге кірген кезінде ақшаларыңыз жоқ болады. F1-де мопед шығарып, мына жер шығару деген жерден мопед шығару деген бар. Соны бассаңыздар, сосын соны басып, сіздер деген анау бензин тасу деген тұр ғой. Қазір жақындатып көрсетіп жіберейін. Осы жерде не бар? Жұмыс бар. Өте керемет бензин тасу деген жұмыс бар. Және сол жұмысты алып болғаннан кейін сендер нойчексіңдер ғой, енді бүйтіп андай элитный машиналар ала алмайсыңдар, өйткені ақшалар жетпейді. Сол үшін мына жерге өлуді бассаңдар, міне өлу бассаң көшеден шығады. Өлуді басасыңдар, ақша жинап болғаннан кейін. Сосын мына жерге келіп машина алсаңдар болады. Міне мен Нива алдым, өте керемет. Вообще тастамай жүрмін осы машинаны. Өзім бағана стримде
алған болатын. Егер де сендер де стримді уақытысында көрем десеңдер, осы каналға тіркеліп лайктарын басып, және қасына колокольчикті басып қойыңдар. Сендерде мен стрим және видео түсірген кезінде сендерге уведомление келеді достар. Уведомление сондай. Мына жерде не дейді? Бизнес-магазин одежда неме дейді? Занавас дейді. Бизнес сатып аламыз ба? Не? Мына жерде скин алуға болады екен. Мына жерде бір істеу керек. Ақша беру керек екен. Менде бірақ ақша көп емес, 16 миллион бар. Бірақ банкта өте көп ақша менде достар. Өйткені ютубер болғаннан кейін сәл жағдай деген ойыншылардан үлкен болу керек. Мен сендерге базарды көрсетіп жіберейін. Міне достар, мынау базар. Енді базарға сатушы мына жерге келіп, мына жерге мына максимальный стейкинг дегендер, яғни ең үлкен ақшаға осы ақшаға сата аласыңдар дейді. 2 миллион 800 мыңға сатасыңдар, және ана жаққа тестке кіріп достар, лифтпен бірінші адас, екінші адас сөйтіп машиналар сатып алсаңыздар болады базардан. Бір-екі серверлерде олай сатылмайды, олай базар ішіне кіре алмайсыңдар. Бұл серверде көруге болады достар. Және үйлерді алу үшін сендер қазақша ш, ағылшынша и әріпін басыңдар, үйлер көрінеді достар. Қызыл үйлер олар бос емес, жасыл үйлер олар бос деген сөз. Қазір үйлердің бәрін сатып алған, мен өзім 2 үй сатып алып, міне 62 орын алдым. Серверге бірінші кірген кезде 2 орын болады, сіздерде сол 2 орынды толтырып машина басыңыздар болады. Машина болғаннан кейін жұмыс істеп, өздеріңіз движник істеп, солай істесеңіздер болады достар. Енді қазір біздерде деген Лада Салон бәрін көрсетіп шықтық. Сіздерге қазір мен не көрсетем? Яғни мен сіздерге қазір автосалондарды көрсететін боламын достар. Кеттік. Достар, қараңдар, мен подписчиктерім келді, өте керемет видео болып жатыр. Амандасыңдар. Ал, амандасыңдар. Достар, Эра деген бала бізбен амандасты, міне сіздермен амандасты, яғни голосованиемен жазып отыр, сөйлеп отыр. Бірақ менде дауыс шықпайды, өшіп тастағанмын. Голосование сөйлесеңіздер болады, яғни з әріпін басып тұрып, өзі сөйлесеңіздер болады достар. Міне яғни мынандай белгісіз бір ник бізге амандасты, сендермен амандасып жатыр, яғни мына кеттік енді подписчиктер. Видеода көресіңдер өздеріңді. Енді бұл серверге кірем десеңіздер, ВК группасымен IP-ін астыға тастап кетемін. Кірсеңіздер болады, яғни менімен бірге ойнап, 1 сағат ойнасаңыздар 40 миллион береді достар. Өте керемет серверлердің бірі деп айтуға болады. Бұл серверлерді өзіме ұнады, қатты ұнады. Достар, біз автосалонға келдік. Мына бір бала жүр. Енді автосалон көрсетейін қазір сендерге. Өте керемет машиналар салынған болатын достар. Достар, енді артында шум болып жатса ренжімеңдер. Енді яғни терезенің алдында отырмын. Сол үшін сәл шумдар шығып қалуы мүмкін, оған ренжімеңіздер. Міне біздің автосалон, яғни мынау Toyota 70 деген көлік. Енді автосалонмен таныстырдым. Енді автосалонның ішіндегі осы почти 80%-інде түйнік жасалады достар. Өте керемет сервер, және бұл жақта осындай босс деген скиндер бар, өте керемет скиндер бар. Оны скиндерді көрсетпей қойын, бағанағы жерден аласыздар, өлу жерден бар ғой, сол жерден аласыздар достар. Біздің қасымызға біздің досымыз келді, Аликон деген, енді амандасып жатыр. Және достар, мені сіздерге бағана айтқан бензин жұмысы, яғни бұл өте ерекше жұмыс деп айтуға болады. Ерекше дегенде бұл нені жұмысты көргенсіздер, бірақ бұл жерде емес достар. Мені осында КамАЗ береді сендерге, чуть-чуть қатып жатыр мына жер деген.
міне маркетке келесіңдер да соның анау деген өзіңіз таңдайсыздар таңдау кейін таңдайсыздар қабылдайсыздар қанша 6 миллион ба сол жерде тапсырыңыз ба 9 миллион ба қанша 6 миллион тоғыз екен қайда барамыз дегенде баға өзің таңдаған жеріңе барасың яғни қызым что-то мен қызым маркет қойып отырмын білмеймін короче сұрастырып іздеп қайсыңдар ғой бұл жұмысты өзім істеп көрген жоқпын сондықтан онша сіздерге түсіндіре алмай отырмын және осылай кете беріңіздер деген мына жерге барғанда сіз тапсырымды орындадыңыз дейді міне сіздер бірінші машинаны алу үшін яғни мына жерден права алсаңыздар болады. міне F11-де бәрі жазылып тұр, права деп жап-жасымен жазылып тұр ғой көп достар. Осы жерге келіп мына ішінен ана жеңіл көлік деген сөзі көп достар ғой, сол жерге барып мына жерден ақша алып мына жерде машина береді өздері сіздерге. Мына дворды бүйтіп айналып шығасыздар. міне алдымызда двор тұр ғой, осыны айналып шығасыздар достар. Осыны айналып и сосын ішіне кіріп тағы айналасыздар. Сосын болды, сіздерге права береді, смело машина айдап жүре бересіздер достар. Енді қазір сіздерге маршрут жұмысын көрсетіп кетейін. Маршрут жұмысы яғни өте ол да тиімді жұмыс, тез ақша табуға болады. Одан да міне достар, чатты қараңыздар. Сервер сіз 40 миллион теңге алдыңыз. Сервер әр 1 сағат ойнаған үшін 40 миллион теңге береді достар. Міне осылай тез бай алсаңдар болады достар. Өте керемет нәрсе бұл, яғни пайда дейді ма. Сондай, мына жерде маршрут жұмысы қазір стопта тұрған екен. Бір-екі ошибкалар шықпағаннан кейін стопқа қойып тастапты достар. Соны жөндеу үстінде болып жатыр екен. Яғни Әбеке деген бала жөндеп жатыр екен достар. Яғни оны сендер осы видеодан кейін келіп көрсеңдер болады. Ол жұмыс деген қосылып қоятын жар. Қазір сендерге яғни номер тонер деген жақты көрсетіп кетейін. Міне F11-де тұрға сол жақты көрсетіп кетейін достар. Міне достар, біз келдік номер тонерге, яғни мынаны білесіздер. Номерлер жаман қымбат достар, қытай номерлер алып солай жатыр дейсіңдер. Байсыңдар өзі сағаттан 40 миллион аласыңдар, сол үшін номерлерді қымбат қойтын ағандар. Номерлер мысалы 8 миллион теңге тұрады, өте қымбат номерлер. Және мына жерде тонировка жасап және мына жерде развал достар, развал бар уже. Развалда көптеген дисктер бар, яғни менің планда күштілері бар. Мына жерде түйінік достар, егер де бұл жерде былай қабылдамай тұрса, жіктер былай басылмай тұрса, мына шықпай тұрса, мына жер шықпай тұрса, вход деген базасындарда соның қасында тағы бір түйінік бар. Мына біріншісі, мына екіншісі достар. Осы екіншісіне келіп көрсеңдер болады. Мысалы мынада жоқ та, мысалы осыған кейіндер осы жоқ екен. Түйінік қабылдамайды бұл, яғни бұл түйінік бұл машина алмайды. Мына екінші түйінікке барасыңдар. Мынау қабылдамаса мынаған барасыңдар, мынау қабылдамаса мынаған келесіңдер достар. Сондай. Қазір мен сендерге почти бәрін көрсетіп шыққан сияқтымын. Яғни қазір біздерде деген скилтест және клан ашу деген бар, соны көрсетіп кетейін достар. Яғни бұның скилтесттің қасында тағы бір жер бар. Яғни ол деген клан ашу достар. Клан ашу деген не ол? Клан ашқан кезінде сендер бір бандыларыңмен қырыла аласыңдар, яғни қырыласыңдар. Міне чатта қарасыңдар, Ерасыл деген қазақ деген кланы бар екен достар. Бұл жақта басқа ешкімнің кландар жоқ. Міне қазақ деген тағы біреу кірді. Қазақ деген кланның адамдар көп сияқты негізі. Міне клан ашуды, кланның атын жазыңыз дейді. Атын мына жерге жазасыздар міне. Және мына жерге түсін таңдайсыздар. Мына таптасыздар. Міне. Бит қойсылық. Көпімбек қаламыз, және мына жерге мен өзімнің Кинг деген кланымды қоямын. Кинг деген енді өзім ойыннан шығарып алдым. Яғни осы кланға кірем дегендер болса, давай осы серверге кіріңдер. Міне клан Кинг ашылды дейді. Яғни сендердің никтерің осылай көпкүмбек болып тұрады. Тапты бағана менікі аппақ еді ғой. Тапты басқан кезінде сенің никтерің ерекше болып көрініп тұрады. Яғни мына жерде өздерің цвет таңдайсыңдар. Жасыл болса жасыл, қызыл болса қызыл. Енді көкті мен таңдап қойдым. Енді көкті ала ма білмеймін енді оны. Және біздерде бір команда бар, мафия деп жазсаңдар, міне кішкентай әріппен міне осы жазсаңдар, міне дрифт жасау болады. Яғни бұл дрифт жасайтын тек бір машина бар, яғни ол көлік міне осы көлік. Мысалы E500 деген көлік, Mercedes-Benz E500 деген міне өз дрифт жасайды. Ешқандай настройка істемейсіздер, өзіңіз осылай бүйтіп машина сатып аласыздар, номер тонер қоясыздар, сосын барып осылай өзі машина өзі дрифт жасай береді достар. Осылай
сендерге үлкен шанс. Бұл деген ешқандай настройка анамынаулар қоймайсыңдар, өзі осындай настройкасы бар достар. Енді осымен видеоны аяқтаймыз. Сендермен болғанмен кредимен анасы достар. Жақында осы серверден стримдер, видеолар күтіңдер, яғни түйіндік шайқас деген сияқты бар ғой, сондайларды күтіңдер. Так что осы серверге кіріп менімен бірге видеоға түссеңдер болады. Яғни Канай 13 деген никті көрсеңдер, ол мен боламын достар. Так что қасыма келіп бір амандасып, солай істеп кетсеңдер болады достар. Видеоға түсуге сендерге шанс достар. Давайте келесі видео 40 лайк, 35 сондай лайктан кейін шығаратын боламын. Давайте.